Сәлем достар. Бүгін менің денсаулыққа 365 күн атты челленджімнің 14-ші күні. 13-ші күні бір жұмыстармен жүріп видеоға түсіре алмадым. Бүгін түсіріп тұрмын. Альхамдулилля, денсаулық жақсарып келе жатқан сияқты. Давлением таңертең өлшегенде 121/90. Таңғаларлықтай, альхамдулилля. Енді Аллах берсе, осы лапух согын ішіп болған соң бүйректі және өт жолын қайтадан тексертейін деп тұрмын. Қандай өзгерістер болды? 121/90 деген мен үшін өте жақсы көрсеткіш. Себебі менде мүлде соңғы кездері 120 деген мәнді көрмейтінмін. 130-дан асатын, 140, 150 деген ең минимальный болатын. Альхамдулилля, өте жақсы өзгеріс. Бұл әдеттерді ары қарата жалғастыра беру керек. Енді лапух согын тағы да жасап алу керек деп ойлаймын. Қысқа керек. Бірақ оның мамыр айындағы алынған соғы шырыны көбірек болады және пайдалырақ деп айтып жатыр видеоларда, ютубта. Көремін осы демалыстарда Аллах берсе лапух өсіп тұрған жерлерге барып тағы да жинап көреміз. Өте пайдалы, альхамдулилля, Аллахтың қалауымен табиғи жолмен емделу деген өте дұрыс деп санаймын. Енді ол әркімге өзіне қалай ыңғайлы, қалай жағады. Тағы бір танысымыз лапух согын ішкенде асқазанына өте қатты әсер етеді екен, өтеді. Енді әркімдікі әрқалай екен. Жеке андай непереносимость дегендерді тексеру керек сияқты. Бәріне де мықты денсаулық тілеймін. Денсаулықтарыңызға өте қатты мән беріңіздер.